Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше кеспенің дайындалу жолын көрсететін болам. Алдымен ыдысымызға бір сорпа кесе ұнды елеп салып, шым-шым тұз қосып, бір жұмыртқаны қосып, ұнымыздың басын біріктіреміз. Орташа тығыздықтағы қамырды әбден иінін қандырып елеп, 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минуттан кейін тағы да иінін қандырып елеп, ұнды сеуіп отырып, жұп-жұқа осындай нанымызды жайып аламыз. Одан кейін осылай қылып орап нанымызды жұп-жұқа қылып, өте жіңішке қылып, осылай пышақтың көмегімен кесеміз. Бұл кеспенің ерекшелігі сол, ешқандай су қоспайсыз, тек қана бір жұмыртқаға елеп, тез арада дайын болатын осындай өте дәмді кеспе дайындауға болады. Кесіп алдық барлығын өте жіңішке қылып, одан кейін осындай қылып барлығын қолымызбен қопсытып, ыдысымызға салып, енді холодильникке салып қоямыз. Бір 10-15 минутқа холодильникке салып қоямыз. Оған дейін сорпамыз қайнап жатыр, мөп-мөлдір болып, картофын салып, барлығын дайындап қойдым. Холодильниктен бір 15 минуттан кейін алғанда, көріп тұрғандарыңыздай ешқандай жабыспаған, қолымызбен осылай тағы да қопсытып алып, қайнап тұрған сорпамызға салып, бір 5 минут қана араластырып дайындап аламыз. Араластырып жібереміз, кеспені салғаннан кейін. Одан кейін кастрөліміздің қақпағын жауып, 5 минут қана баяу отта қайнатамыз. Ешқандай жабыспайды, өте дәмді болып шығады. Міне енді сорпамыз дайын, кеспе сорпамыз дайын. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай жабыспаған, сорпасы мөп-мөлдір ас болсын.